Сәлем менің құрметті YouTube оқырмандарым. Мынандай шахмат тақтасындай етіп безендірілген өте тәтті тортты пісіру үшін бізге бары жоғы бір кесе қаймақ, бір Қазақстан шоколады, бір банан және де бір киви керек болады. Енді осындай шұңғылдау ыдысымызға печеньелерімізді қатарластырып саламыз. Ыдысымызға толтырып қатарластырып салып алғаннан соң, оның үстіне алдын ала дайындап алған қаймақты қоспаны қосамыз. Жарты кесе қаймағымызға біз тәтті кілегейді қосамыз. Қойытылған кілегейден қосамыз. Оны жақсылап араластырып алғаннан соң, енді осы қаймағымызға дүкеннен сатып алған қойытылған кілегейді, яғни лакомка деген кілегейді ішіне құйып араластырамыз. Мұны жақсылап араластырып алғаннан соң, оған біз творожный массадан қосамыз. Бұл творожный массаға қарақаттан қосылған екен, өте дәмді. Бұл қоспаны да жақсылап араластырамыз. Егерде блендерлеріңіз бар болса, блендермен, ал егер блендер жоқ болса, қасықпенен араластырып аламыз. Қоспадан жаңағы қатарластырып салған печеньенің үстіне жағамыз. Міне осылайша жағып алғаннан соң, тым жұқа да емес, және де қалың да емес жағамыз. Жағып болған соң, оның үстіне тағы да печеньені қатарластырып салып аламыз. Міне қасықпен жағып, тағы да печеньені үстінен саламыз. Оның үстінен тағы да мына қаймақты қоспадан салып, оны қасықпен жайып, жағып, және де міне осындай етіп жағамыз. Печенье, одан кейін қаймақты, одан кейін қаймақтан кейін тағы да печеньені жағамыз. Енді осылайша жағып болғаннан соң, Қазақстан шоколадын алып, сызықтары бойынша оны да бөліп, енді қаймақтың үстіне қоямыз. Шахмат тақтасына ұқсатып, шахмат тақтасы етіп, ақ қара етіп орналастырып шығу керек. Міне осы видеода көргендеріңіздей шахмат тақтасына ұқсатып әсемдеуге болады. Ал егер де Қазақстан шоколадын қоюды қаламасаңыздар, басқа шоколадпенен қоюға болады. Сындырып, шоколадты ұсақтап сындырып, міне видеода көргендеріңіздей етіп әсемдеуге болады.
Ендігі кезекте бананды аршып, оны да дөңгелекше етіп турап аламыз. Өздеріңізде бар жемістерменен әсемдеуге болады. Мен енді осы торттың жан-жағына дөңгелекшелеп кескен бананды қойып шықтым. Ендігі кезек кивиді қабығынан аршып, оны да жартылай дөңгелекше етіп турап алғаннан соң, оны бананның жанына қойып шығуға болады. Енді әркімнің өзінің фантазиясына қарап, тортымызды әсемдеуге болады. Міне менің қызым қуанып, тортыммен видеоға түсті. Видеоны соңына шейін көргендеріңіз үшін рахмет. Ең бірінші болып немерем жеп көрді.